Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып мәдениет тілі. Тақырыпты қарастыру барысында біз келесі сұрақтарға тоқталатын боламыз. Олар мәдениет белгілері мен таңбалар әлемі ретінде, белгілердің түрлері мен ерекшеліктері, жасанды тілдер және олардың мәдениет дамуындағы рөлі, ұлттық мәдени кодтың сақталуындағы тілдің маңыздылығы. Жалпы мәдениетті зерттеу, мәдениетті қарастыру барысында оның өзіндік ерекшеліктерін анықтауда көптеген философиялық көзқарастар мен зерттеулер қалыптасқан болатын. Олардың қатарында мәдениетті өзіндік ішкі ойлау тәсілі, дүниетаным түрі ретінде түсіндіруге тырысқан көптеген философиялық үрдістерді байқай аламыз. Олардың қатарында мәдениетті рәміздік ойлау түрінде қарастырған Эрнст Кассирердің, мәдениетті психофизиологиялық деңгейде қарастырған Зигмунд Фрейдтің және де осындай тағы да басқа концепциялардан біз бұны аңғара аламыз. Жалпы 20 ғасырдың екінші жартысынан бастап батыс ойшылдарының арасында мәдениетті тіл арқылы түсіндіру, яғни тілдің ерекшелігін, тілге ерекше басымдық беру, мәдениетті тілмен теңестіре қарау әдістері кеңінен тарала бастады. Олардың барлығы дерлік тілді адам тіршілігінің негізі, маңызды анықтаушысы деп қарастырған болатын. Бүгінде тіл дегеніміз тек қана коммуникативтік құрал емес, адамның барлық болмысын, жалпы тұтас әмбебап бір мәдениетін аңғартатын жиынтық ұғым ретінде қалыптасты. Тіл дегеніміздің өзі адамның ішкі әлемінің көрінісі түрінде ақпарат беретін, сақтау, тарату, тіркеу құралы ретіндегі белгілер жүйесі деп қарастырсақ болады. Сонымен қатар осы негізде тілдің өзіндік қызметтерін анықтауға болады. Яғни тіл адам өмірінде үлкен маңыздылыққа ие бола отырып, ол негізгі деген мына қызметтерді атқарады. Олар танымдық, ақпараттық, коммуникативтік және экспрессивті қызметтер болып келеді. Жалпы тіл өзі жүйеленуде барысында тілдің элементі болып таңба танылады. Ал таңба дегеніміз ол қандай да бір мәліметті қамтитын тасымалдаушы ретіндегі материалдық объект болып саналынады. Адамзат жалпы өзінің даму барысында, мәдени қалыптасу барысында көптеген таңбалар жүйесін қалыптастырған болатын. Және тіпті таңбаларсыз олардың жалпы мәдениетін, дамуын елестетудің өзі мүмкін емес болып көрінеді. Нақты адам үшін ол белгілер, таңбаларды немесе оларды білу, игеру, оның кеңістікте әрекет етуіне, өзара өзгеде адамдармен қарым-қатынас жасауында, өзін дамытуында үлкен рөлге ие болып, оның өзіндік бір даралығын, тәуелділігін аңғартады десек те болады. Ал сонымен қатар таңба өздігінен ешқандай мәнге ие бола алмайды. Ол тек қана таңба түрінде қандай да бір мән мағынаны бермейді. Ол тек бір таңбалар жүйесіне енуі, солардың арасында өзара қатынас құру арқылы ғана бағалы бола алады. Таңбаға айналған әлем, яғни таңба өзіндік әлем құрайды. Таңбалардың әлемі қалыптасады, ал таңбаға айналған әлем ол өзгерген әлем, яғни өзінің түпкі нұсқасынан, түпкі жүйесінен мүлде бір бөлек, жаңа өзіндік әлем құраған таңбалар әлемі болып саналынады.
Кез келген семиотикалық ізденісте белгілі ұғым үлкен, белгі таңба ұғымдары үлкен сынмен қарастырылады. Осыдан келіп, оның анықтамасын беру, оның тарихи дамуына тоқталу және де басқа да таңбалау тәжірибелері мен өзара арақатынасын, рөлін анықтау қажеттілігі туындайды. Және де таңбалар әлемі өте күрделі және сондай үлкен көлемде қалыптасу барысында таңбалардың бір өзінің қарастыратын, өзін бір жинақты түрде зерттейтін ғылым саласы қалыптасуы заңдылық, яғни таңбаларды, белгілерді қарастыратын ғылым саласы ол семиотика. Семиотика ғылыми тілде таңбалық белгілер жүйесі туралы ғылым, адамзат қоғамына қызмет ететін салалардағы, яғни ол салалар тіл, мәдениет, салт дәстүр және тағы басқаларды айтуға болады. Осы адамзат қоғамына қызмет ететін салалар сондай-ақ табиғаттағы, яғни жануарлар дүниесінің коммуникациясын айтуға болады ол жерде. Семиотиканы алғаш қалыптастырып ғылыми түрде жүйелегендер, яғни семиотиканың негізін қалаған философтар, ол Чарльз Сэндерс Пирс пен Чарльз Моррис және лингвист Фердинанд де Соссюрды ерекше атап кетуге болады. Чарльз Пирс семиотика саласымен түбегейлі айналыса отырып, еңбектерін жарыққа шығарды, яғни 1930 жылдардан бастап оның еңбектері жарыққа шыға бастады, және ол осы еңбектерінде семиотикалық түсініктерге, яғни жалпы таңба, белгілерге анықтама беріп, сипаттамалар береді. Ол семиотика ғылымы ерекше ғылым саласы екенін дәлелдеуге тырысып, семиотикадағы таңбаларды, белгілерді үш топқа жіктеп көрсетеді. Яғни бірінші таңбалық топ ол иконалық деп бөлген болатын. Мұнда заттың бейнесі беріледі. Бұл таңба мен таңбалық объекттің арақатынасын көрсетеді. Мысал ретінде портретті айтуға болады. Яғни бұл нақты бір адамның бейнесі, сол бейнені беру, сол бейнені көрсету, бұл иконалық таңбалық деп аталады. Екінші таңбалық топты ол индекстер деп бөледі. Яғни мұнда затқа тікелей нұсқау беріледі. Кеңістік пен уақыт аралығындағы таңба мен белгіленетін объект деп айтсақ та болады. Ол жалпы мысалы айтатын болсақ, қандай да бір заттардың не жөнінде айтылатындығын бірден түсіндіретін, яғни соны көрсетіп тұратын нақты бір белгілерді айтуға болады. Мысалға жол көрсеткіштерді атап кетуге де болады. Үшінші таңбалық топ ол символдар. Таңба мен объекттің арасындағы конвенционалды келісім. Бұл таңбалық символға келісім, қандай да бір заттың белгісі болып келетін таңбаларды, тіпті салт дәстүрлерді атап кетуге болады. Пирс үш семиотикалық элементті де бөліп көрсетті. Ол негізгі семиотикалық үш элемент ретінде белгі, объект және интерпретантты көрсетеді. Яғни, оның пікірінше таңба өздігінен ешқандай мәнге бола алмайды. Яғни, жеке тұрған кезде ол мән мағынасыз, тек қана ол мағыналандыру арқасында қандай да бір мәнге ие болады деп осыны ерекше бір элемент ретінде көрсетеді. Жалпы таңбаларды жиынтық түрде алып қарастыратын болсақ, оларды табиғи, иконалық, конвенционалды, вербалды және тағы басқа түрлерге бөліп қарастыруға болады. Енді осы аталған түрлеріне қысқаша тоқталып кететін болсақ, табиғи белгілерге табиғаттың өзінің құбылыстары мен заттары жатады. Бірақ заттар немесе құбылыстар өздігінен белгі болып табылмайды деп біз айтып кеткен болатынбыз. Соны белгі деп қабылдайтын субъект үшін ғана ол белгінің, яғни таңбаның қызметін атқарады. Келесі мысал ретінде көрсеткен таңбалардың жиынтығы ол иконалық белгіде. Осы өзінің атауындағы икона терминіне мән беретін болсақ, ол грек тілінде кескін сурет деген
мағынаны береді, яғни бұл кескін таңба, кескін сурет деген мағынада алынады. Бұл белгілер табиғи белгілерден өзінің жасандылығымен, артефактылығымен ерекшеленеді. Келесі бізде конвенционалды белгілер адамдардың өзара келісімге келуі нәтижесінде қалыптасқан белгілер, яғни оларды шартты белгілер деп те айтуға болады. Және де келесі таңбалардың түрі ол вербалды белгілер. Бұл сөз негізіндегі белгілер, вербалды белгілер. Олар жазбаша немесе ауызша болуы да мүмкін. Осының арасында, яғни осылардың негізінде, осылардың көмегімен адамдар идеяларымен, пікірлермен, қандай да бір өзіндік құндылықтарымен, ұсыныстарымен алмаса алады. Және де басқалармен байланыс жасайтын өзіндік атмосфера құрай алады. Адамзат өміріндегі тілдің маңыздылығын, ерекше екендігін айтып отырмыз, яғни қарым-қатынасты оңтайландыру, орталықтандыру, ортақ бір тіл жасау мақсатында тіпті табиғи тілдерден бөлек жасанды тілдерде қалыптасқан болатын. Жасанды тілдер дегеніміз, яғни қолдан жасанды түрде халықаралық қарым-қатынас құралын жасау, яғни сол әрекеттің нәтижелері жасанды тілдер. Бұндағы жасанды тілдерді жасаудағы негізгі мақсат әртүрлі ұлт өкілдерінің бірін-бірі түсіне алу үшін, қандай да бір ортақ олардың келісе алатындай, қандай да бір ортақ әрекетте бірлесе алатындай мүмкіндік жасауға арналған кең қолданылатын интернационал тіл жасап шығу мақсат болды бұнда. Жасанды тілдер негізінен көбінесе Европа тілдері мен латын тілдеріне негізделіп жасалған болатын. Солардың ішіндегі кейбіреулерін атап кететін болсақ, ол мысалға Йоган Мартин Шлейер жасаған Волапюк тілі, Луи де Бафрон жасаған Идо тілі, Эдгар де Валь жасаған Акциденталь тілі, және Отто Эсперсен жасаған Навиаль, Марк Окрант жасаған Клингон тілін, және Нью-Йоркте Александр Гоуттың жетекшілік етуімен көмекші тілдердің халықаралық ассоциациясында жасалынған интерлингва тілдерін айтуға болады. Осы жасанды тілдердің ішінде ең кеңінен тараған бір үлкен қолдауға ие болғаны ретінде 1887 жылы поляк дәрігері Людвиг Лазар Заменгоф жасаған эсперанто тілін атап кетуге болады. Жалпы мәдениет тарихында жасанды тілдердің 200-ден астам түрлері қарастырылған, жасалған деп көрсетіледі. Тілді жұмсауда сондай бір дәлме-дәлдік айқындылық болу керек. Соның бір саласын тілдің тілдік нормалардың қалыптасу мәселесімен ұштасады. Тілдік норма тілдің ішкі бір заңдылықтарын, заңды жүйелерін негізінде дамып қалыптасып, солар сұрыпталған ұтымды орайында жалпыға бірдей ортақ тілде жұмсалады. Тілдік норма дегеніміз тілдегі бірізділік, тіл материалдарын нормалау деген сөз, белгілі бір тәртіп, заңдылыққа бағындыру дегенді білдіреді. Тіл адам ойын, қарым-қатынасын қалыптастырып, реттеп қана қоймай, әрі қарай әрекет етуінде, болашағын бағдарлауда, келешегін қалыптастыруда да үлкен маңызды рөлге ие. Әсіресе қазіргі біздің Қазақстанның жаңа даму сатысында, жаңғырудың жаңа бір кезеңіне аяқ басқан шақта, осы ұлттығымызды ұлықтап, өзіндік ерекшеліктерімізді айқындап, жаһандану барысында өзіміздің ұлттық кодымызды сақтап қалуымызда тілдің маңыздылығы ерекше. 20 ғасырдың батыстық жаңғырудың үлгісі бүгінгі егемен Қазақстан еліне үлгі бола алмайды деп елбасымыз айтып кеткен болатын. Жаңғырған қоғамның өзіндік тамыры
тарихының тереңінен бастау алмаса, рухани, яғни осының бастау алатын рухани кодтың болуы қажет. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты сол ұлттық кодты сақтай білу. Ал ұлттық код дегеніміз ең алдымен ол ұлттық код біздің тілімізде. Онан кейін дәстүрімізде, салтымызда, және де өзіміздің ерекшелігімізді, мінезімізді айқындайтын ділімізде, ұлттық жалпы мәдениетімізде деп айта аламыз. Қазақ баласының тағылымы мол тарихында мәдени рухани болмысы ізгілікпен әдіптеліп, қарапайымдылықпен шыңдалып, парасатпен шырайланып келетіні барлығымызға белгілі. Елбасымыздың көрсетуінше, іс жүзінде әрбір өңір мен әрбір мемлекет өзінің дербес даму үлгісін қалыптастыруда дейді. Әркімнің өзіндік жолы бар. Ал біз осы жолда өз тіліміздің, ұлттығымыздың ерекшеліктерін дәріптеу, соны дамыту арқылы ғана алға жылжитынымызды есте ұстағанымыз жөн. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.